негізі мен таңғалатыным өзім бір сұраққа жауап іздеп және соған байланысты бір кітаптар немесе бір ақпараттар іздеген кезде осындай кенеттен бірдеңе тауып алғанмын. Бірақ бұл экспериментті мен осыдан 5 жыл бұрын негізі көргенмін, бірақ ондай қатты мән берген емес едім. Мағынасы қандай, бірақ мына кітапты оқығаннан кейін мен сол эксперименттің қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге бір қызықты ақпарат айтқым келіп отыр. Осыдан 5 жыл бұрын ба ютубтан жаңа мармеладпен өткізілген бір экспериментті көрген болатын, балдарға арналған. Сол жайлы соған байланысты бір кітап тауып алдым. Аты «Не набрасывайтесь на мармелад» деп аталады. Оның авторы Хаким де Пасада. Бұл кісі жаңағы экспериментті негізі 40 жыл бұрын алғаш Стэнфорд университетінде өткізген екен. Сол кезде бір шамасы 4 пен 6 жас аралығындағы балдарды бір бөлмеге кіргізіп, балдарына бір мармелад қойып қояды екен. Содан мынандай шарт қояды: егер де сен мен келгенше бұны жемесең, мен саған қосымша тағы біреуін беремін деп айтады екен. Оның аралығы шамасы 15 минут. Яғни балалар үшін бұл өте ұзақ уақыт болғандықтан кейбір балдар шыдамай мармеладты жеп қояды, ал кейбір балалар шыдамдылық танытып ең соңына дейін сол кісіні күтіп отырған екен. Және де осы 40 жыл бойы сол балаларды зерттей отырып, мынандай қорытынды шығарыпты. Яғни сол кезде мармеладты жемей, жаңағыдай шыдамдылық танытқан балалардың көбісі миллиардер, миллионер болып кеткен екен. Себебі ол балалар бірінші мектепте жақсы оқыған, олардың самодисциплинасы өте мықты болған, және де олар өзінің қойған мақсаттарына соңына дейін жеткен. Яғни бұл эксперименттің мағынасы өте үлкен екенін мен өзім түсініп отырмын, және де осы кітапта жазылған ақпараттардың қаншалықты өмірде маңызды екені шынымен сөзбен айтып жеткізу қиын. Бұл кітапты сіздер интернеттен, ғаламтордан электронды нұсқасын жүктеп тыңдап алсаңыздар болады, тіпті ютубтан да жүктемей тыңдасаңыздар болады. Бұл жерде сол миллиардер мен жаңағы шофердің арасындағы әңгіме, яғни миллиардер өзінің білімі арқылы сол шоферға барлық мақсаттарына қол жеткізуге жаңағы өзінің тәжірибесімен бөлісе отырып, жаңағы кісіні өте жоғары деңгейге жетуге мүмкіндік үйретеді де мүмкіндік береді. Яғни басты мақсаты баланы кішкентай кезінен бір нәрсені бірден сатып ала салмай, өмірді жеңіл көрсетпей, аяймыз ғой енді көп жағдайларда, алып бере саламыз, жақсы жарайды дей саламыз, бірақ оның салдары өте ауыр болатын осы кітапте айтылады. Яғни мысалға өз басымнан да өткен, мысалы біз балабақшаға барып келе жатқан кезде міндетті түрде бірдеңе алып беретін, өйткені балабақшада мені көрмеді ғой, сол қанша уақытын басқа адам мен өткізді деген сияқты бір өзімді бір қалай айтсам екен, біртүрлі жаман сезінетін. Сондықтан бұл үлкен қателік болып есептеледі екен. Себебі біз баланы аяған сайын, оған бәрін алып берген сайын өмір өте жеңіл болып көрінеді. Ең соңында ондай балдар еш депрессияға, стресске төзімсіз болады, және өмірде көп нәрсеге қол жеткізбейді екен. Жалпы өзім енді ана болғаннан кейін осындай кітаптарды оқимын, және сіздер де білсе екен деген мақсатпен осы влогты түсіремін. Ең бір қызық сәтін айтып кетейін сіздерге. Баласы әкесіне өтірік бір нәрсе айтқан ғой, содан әкесі біліп қойған кезде баласына ешбір ренжімей, ұрыспай, ешқандай бір мін тақпай, жай ғана көліктен шығып, сол кезде көлікте әңгімелесіп келе жатқан ғой, шығып кетіп үйіне жаяу барған екен. Баласы жүгіріп келіп сұраса, әке жүріңіз, көлікке отырыңыз, не жағдай болды десе, сенің осындай болуыңа мен кінәлімін, менің тарапымнан қандай қателік кетті, және мен қалай оны өзгерте аламын деген сұрақты қоя отырып, маған уақыт керек, сондықтан сен кете бер, мен жаяу барам деген екен. Содан баласы қатты өзгеріп, әкесін сыйлап, содан кейін ешқашанда өтірік айтпаған екен. Мысалы, осындай сияқты көп бір қызық ақпараттар бар бұл жерде. Оқысаңыздар болады, сіздерге кеңес беремін. Және де бүгінгі влогым сіздерге ұнады деген үміттемін. Бір 5-6 минут болса да сіздерге қызықты ақпарат айттым деген үміттемін. Негізі мен таңғалатыным өзім бір сұраққа жауап іздеп, және соған байланысты бір кітаптар немесе бір ақпараттар іздеген кезде осындай кенеттен бірдеңе тауып алғанмын. Бірақ бұл экспериментті мен осыдан 5 жыл бұрын негізі көргенмін, бірақ ондай қатты мән берген емес едім. Мағынасы
айтқандай, бірақ мына кітапты оқығаннан кейін мен сол эксперименттің қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Егер сол экспериментті көргіңіз келсе, мен сіздерге астында ссылкасын тастап кетейін. Болмаса жай ғана эксперимент зефиром деп гуглда терсеңіздер, бірден шығады. Бұл кітапты табам десеңіздер, мен сіздерге мінекей астында жазып отырмын атауын және авторын. Сондықтан оқыңыздар, әрдайым ізденісте болыңыздар. Ертеңіздер менің парақшама кіріп, менің ақпаратымды тыңдаңыздар. Рахмет.